Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Бүгінгі сабақта жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйренесіңдер. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Лагерде дайындық сыныбынан 27 бала демалды. Бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Лагерде барлығы неше бала демалды? Балалар, алдымен есептің шартын жазайық. Дайындық сыныбынан 27 бала. Бұл оқушыларға қарағанда 3 есе кем. Оқушылар саны белгісіз. Барлығы қанша бала? Балалар, алдымен оқушылар санын анықтайық. Әдетте есеп кем десе бөлетін едік. Бірақ бұл жанама есеп болғандықтан 3-ке көбейтеміз. Яғни 27 мен 3-тің көбейтіндісін табамыз. Балалар, 27 мен 3-тің көбейтіндісі нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. 27 мен 3-тің көбейтіндісі 81-ге тең. Демек, лагердегі оқушылар саны 81-ге тең. Енді лагердегі барлық балалар санын анықтайық. Ол үшін 27-ні 81-ге қосамыз. Қосындының мәні 108-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы лагерде барлығы 108 бала демалды. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Лагер асханасына 155 килограмм ұн әкелінді. Бұл қантқа қарағанда 5 есе артық. Асханаға барлығы неше килограмм ұн және қант әкелінді? Балалар, алдымен есептің шартын жазайық. Ұн 155 килограмм. Бұл қантқа қарағанда 5 есе артық. Қант белгісіз. Ұн және қант қанша килограмм? Алдымен қанттың салмағын анықтайық. Ол үшін қандай амал қолданамыз? Бұл жанама есеп болғандықтан бөлу амалын қолданамыз. Яғни 155-ті 5-ке бөлеміз. Балалар, 155 пен 5-тің бөліндісі нешеге тең? 155 пен 5-тің бөліндісі 31-ге тең. Демек, қант 31 килограмм. Енді ұн және қанттың жалпы массасын анықтайық. Ол үшін 155 пен 31-дің қосындысын табу қажет. Қосындының мәні 186-ға тең. Демек, бұл есептің жауабы асханаға барлығы 186 килограмм ұн және қант әкелінді. Балалар, сендерде тапсырмалары дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Жазда біздің мектептің 146 оқушысы лагерде демалды. Бұл ауылда демалатын балалардан 2 есе артық. Қанша бала ауылда демалды? Балалар, алдымен есептің шартын жазайық. Лагерде 146 бала. Бұл ауылда демалатын балалардан 2 есе артық. Ауылда белгісіз бала. Енді есептің шешуіне назар аударыңдар. Ауылдағы демалатын балалар санын анықтау үшін 146-ны 2-ге бөлеміз. Балалар, 146 мен 2-нің бөліндісі нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар. Бөліндінің мәні 73-ке тең. Демек, бұл есептің жауабы 73 бала ауылда демалды. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Амалдарды орындаңдар. 208 бен 4-тің көбейтіндісінен 365 бен 439-ның қосындысын азайту қажет. Балалар, алдымен қай амал орындалады? Алдымен көбейту амалы орындалады. Содан соң жақшаның ішінде қосу амалы орындалады. Соңында азайту амалы орындалады. 208 бен 4-тің көбейтіндісі 832-ке тең, ал 365 бен 439-ның қосындысы 804-ке тең. Демек, 832-ден 804-ті азайтамыз. Айырманың мәні 28-ге тең. Келесі өрнекте 1000 мен 775-тің айырмасының 85 пен 17-нің бөліндісіне
бөліндісі. 1000 мен 775-тің айырмасы нешеге тең? Айырманың мәні 225-ге тең. Енді 85-ті 17-ге бөлу қажет. Балалар, бөліндінің мәні нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар. Бөліндінің мәні 5-ге тең. Демек, 225-ті 5-ге бөлеміз. 225 пен 5-тің бөліндісі 45-ге тең. Демек, бұл өрнектің мәні 45-ге тең. Келесі өрнекте 56 мен 7-нің көбейтіндісіне 1000 мен 539-ның айырмасын қосу қажет. Балалар, 56 мен 7-нің көбейтіндісі 392-ге тең, ал 1000 мен 539-ның айырмасы 461-ге тең. 392 мен 461-дің қосындысы нешеге тең? Жарайсыңдар, қосындының мәні 853-ге тең. Соңғы өрнекте 72 мен 18-дің бөліндісін 732 мен 539-ның айырмасына көбейту қажет. 72 мен 18-дің бөліндісі 4-ке тең, ал 732 мен 539-ның айырмасы 193-ке тең. 4 пен 193-ның көбейтіндісі 772-ге тең. Балалар, сендер де есептеулерді дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жазғы лагерде демалып жатқан балалардың 64-і тауға серуендеуге шықты. Бұл лагерде қалған балалардан 4 есе кем. Лагерде барлығы неше бала болды? Алдымен есептің шартын жазайық. Тауға серуендеуге шықты 64 бала. Бұл лагерде қалған балалардан 4 есе кем. Лагерде қалғаны белгісіз бала. Барлығы қанша бала? Алдымен лагерде қалған балалар санын анықтайық. Ол үшін қандай амалды қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ол үшін көбейту амалын қолданамыз. Яғни 64-ті 4-ке көбейтеміз. 64 пен 4-тің көбейтіндісі 256-ға тең. Демек, лагерде қалғаны 256 бала. Енді барлық бала санын анықтайық. Ол үшін 64-ті 256-ға қосамыз. Қосындының мәні 320-ға тең. Демек, бұл есептің жауабы лагерде барлығы 320 бала болды. Келесі есепте жазғы лагерде демалып жатқан балалардың 156-сы ұлдар. Бұл қыздардан 2 есе артық. Лагерде барлығы неше бала демалып жатыр? Алдымен есептің шартын жазайық. Ұлдар 156. Бұл қыздарға қарағанда 2 есе артық. Қыздар саны белгісіз. Барлығы қанша бала? Алдымен қыздар санын анықтайық. Ол үшін 156-ны 2-ге бөлеміз. Бөліндінің мәні 78-ге тең. Демек, қыздар саны 78-ге тең. Енді барлық бала санын анықтайық. Ол үшін 156-ны 78-ге қосамыз. Қосындының мәні 234-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы лагерде барлығы 234 бала демалып жатыр. Балалар, сендер де бұл тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сонымен, бүгінгі сабақта жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығаруды үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.